Ісін енді бастаған кәсіпкерлер әдетте қаржылық модель ұғымының не білдіретінін толық ұғына бермейді. Көпшілігі бизнес жасағанда қаржылық ағындар өзінен өзі қалыптаса береді деп ойлайды. Ал енді бірі бұл саланы тым күрделі деп ойлап, қаржылық терминологияны игеруге ұзақ уақыт кетеді деп топшылайды. Шындығында бизнесіңізді ақша ағындары мен сандар форматына қалай аударуды үйрену маңызды, бірақ ол сонымен қатар сіз ойлағандай қиын емес. Бүгін осы тақырып жайында кеңінен қозғайтын боламыз. Қаржы моделі – бұл сіздің компанияңыздың сипаттамасы және оның ақшалай көрінісі. Бизнестің өзін жақсы түсінбей тұрып, жұмыс істейтін қаржы моделін құру мүмкін емес. Финансовая модель бизнес-плана строится для того, чтобы определить окупаемость вкладываемых средств. Считается доходность инвестиций. Финансовая модель строится только для инвестиций, сразу так скажу. То есть оно показывает, за какой период времени и с какой доходностью окупаются инвестиции, вложенные в проект. Қаржы моделін құрудың екі кезеңі болады. Қаржылық модель туралы ақпарат бизнесті бастамас бұрын жүргізілген маркетингтік зерттеулер кезінде жиналады. Ақпараттар мынадай блоктарға бөлінеді. Өнімдер мен қызметтер, өнеркәсіп, бәсекеге қабілеттілік, операциялар, компанияның қаржылық жағдайы. Алдымен өзіңіздің қолыңыздан келетін істі анықтап алыңыз. Мысалы, ет өндірісін алайық. Сіз ет сатылатын базарларды, дүкендерді аралап, сауалнама жүргізу арқылы зерттеу жүргізесіз. Еттің қай көлемде жеткілікті болатынын, оның қандай бағада сатылатындығын, қандай санаттарда және қандай көлемде саудаланатынын білу керек. Мүмкін басқа аймақтардан жеткізілім жасайтын шығарсыз, немесе өзгелері мұздатылған ет сатып жатқанда сіздікі жаңадан сойылған болар. Барлық қажетті ақпаратты жинағаннан кейін қаржылық модель құруды бастай аласыз. Қаржы моделін құру кезінде келесі ұғымдар пайдаланылады. Бірінші, салық салу. Сіз өз қызметіңізден қанша салық төлейтініңізді білуіңіз керексіз. Бұл ақпарат интернетте де, мемлекеттік кірістер мекемесінде де қолжетімді. Екінші, инвестициялық шығындар. Шығынның бұл түрі материалдық және материалдық емес активтерге инвестициялар және айналым капиталы болып бөлінеді. Вы хотите создать мини-ферму. Инвестиции, что такое инвестиции? Да? Вы сначала считаете, сколько денег надо вложить на первоначальном этапе, то есть построить там какое-то помещение, где будет эта коровка стоять, да? Поставить там доильное оборудование, закупить технику для раздачи кормов, да, там доильные аппараты, вот это все. Вот это все инвестиции. Үшінші тұжырымдама, бұл жобаның кіріс жағы. Бұл өндірілген өнімді сатудан пайда болады. Табыс жағы өте қарапайым болып саналады. Сатылым көлемін кезеңдер бойынша болжап, өнімнің өзіндік құнына көбейту керек. Төртінші тұжырымдама, бұл жобаның шығыстары. Шығындар ауыспалы және тұрақты болып және жалақыға бөлінеді. Өзгермелі шығындар бұл өнімнің бір бөлігін өндіруге қажетті шығын. Мысалы, сіз өзіңіздің фермаңыздағы 1 литр сүттің құнын есептеуіңіз керек. Вы смотрите коровку, составляете технологическую карту, зоотехник вам в руки. То есть вот он определяет, вот коровка вот с такой-то продуктивностью, вот такой у нее рацион кормления. Вы набираете ее потребность на год, обсчитываете, по какой цене этот корм весь обойдется, сколько вам там доярки надо заплатить, налоги, все прочее, да? Потом вы смотрите там 3 тонны молока, делите и получаете себестоимость. Вот себестоимость молока, допустим, если 60 тенге получилось у вас на 1 литр, вы смотрите, по какой цене вы его продадите. Да, то есть вот, и там должна быть как минимум 20% рентабельность, иначе появляются прочие расходы, непредвиденные, порча, коровка заболела, то есть вот как-то так. Тұрақты шығындар бұл өндіріс көлеміне тәуелсіз шығындар. Сіздің конвейеріңіз жұмыс істеп жатыр ма жоқ па, одан ештеңе өзгермейді. Әдетте бұл үй жайды жалға алу, телефония мен электр энергиясы шығындары, кеңсе жабдықтарына техникалық қызмет көрсету секілді шығын түрлері. Вернемся к молоку. Так вот, когда вы содержите коровку, переменные издержки – это то, что меняется. Это корма,
да? Потому что непосредственно связано. Вот вы покормили коровку, есть корма. Не покормили коровку, нет кормов. А есть постоянные, если у вас сторож, допустим. Сторож – это постоянные расходы. Они не зависят от того, какое количество продукции вы произведете. Почему корма еще переменные, да? Потому что чем больше корова дает молока, тем больше вы ее кормите. Там даже рацион кормления разный. Есть корова, допустим, в запуске, она не доится. Вот рацион кормления у нее другой, ей меньше дают кормов. Если корова доится, ей дают больше кормов. Вот это переменные расходы, они зависят от программ производства. Қаржы институттары қаржылық модельдердің мына үш болжам негізінде жасалғанын қалайды. Бірінші, теңгерімді болжау. Екінші, пайда мен залалды болжау. Үшінші, ақша қаражатының қозғалысы туралы болжам. Болжамдар жобаның өтелу мерзімі ішінде жасалуы керек. На самом деле считается просто. Берутся притоки по операционной деятельности, ну то есть это доход, поступление денег от доходов, да, и расходы от операционной деятельности, то есть это ваши расходы на производство этой готовой продукции. Доходами будет что? Продажа молока, я не знаю, продажа мяса, что там еще от коровки может быть, да, ну вот это вот. В расходах под операционной деятельностью у вас будет корма, ну это главное в производстве молока и мяса, да, заработная плата, налоги и все прочее. Все, плюс-минус. Қаржылық модельдердің мысалдары стандартты бизнес жоспарларда болады. Оларды мысалы даму қорының немесе ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қорының сайтынан жүктеуге болады. Интернетте сонымен қатар қаржылық модельдердің сипаттамалары мен оларды толтырудың мысалдары жазылған көптеген сайттар бар. Сізге қаржылық модель құруға бастау жобасы бойынша дәріс берген бизнес жаттықтырушыларыңызбен Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы филиалдарындағы аймақтық палаталардың өкілдері көмек бере алады. Қаржы үлгісі бұл сіздің қызметіңіздің санмен көрсетілген болжамы, жоспарлар, өзіңіз білетіндей үнемі түзетуді қажет етеді. Бизнес жасау барысында жұмыс процесін жақсарту үшін және болашақты дәл болжау үшін өзіңіздің қаржылық моделіңізге өзгерістер енгізе аласыз. Қиын қаржылық жағдайлардан қорықпаңыз. Қаласаңыз, бәрін сұрыптай аласыз, немесе білімді адамдардан көмек сұрасаңыз болады. Келесі сабақтарда кездескенше.